Жуыр ғана Монро дарынды музыкант еді. Стадиондарды толтырып, жұртты таңдай қақтыратын. Ал қазір ол елден жырақтағы жағажайда жалғыз тұрып жатыр. Сахнаға шығуға деген құлшынысын жоғалтқан ол найзағай атпайтын найзағай құдайына қылышынан айырылған таулыққа айналғандай. Оның бәріне кінәлі оның туған бауыры Джимми болатын. Бір концерттен кейін екеуі қатты сөзге келіп қалды. Сөйтіп Джимми ашу үстінде көлігімен кетіп қалды. Сол түні ол апатқа ұшырады. Өйткені жолға қарамастан ашуын тыя алмаған еді. Бұл жағдай үшін өзін кінәлі сезінген Монро ішкі күйзеліске түсіп, музыкадан мүлде қол үзді. Дегенмен оның өмірінде 4 аяқты адал дос пайда болды. Екеуі күн сайын жағажаймен серуендеп жүретін. Сол күндердің бірінде Монро біреудің көмек сұрап айқайлаған дауысын естіп қалды. Қараса, теңізде бір қыз батып бара жатқан сияқты. Ол жүгіріп барып құтқарушының будкасын ашпақ болды. Бірақ бәрі ескі құсқы болып, қолына ұстай бергенде ақ үгітіліп түсіп жатты. Амалсыз, ол суға секіріп кетті. Бірақ су астынан ешқандай қыз табылмады. Есесіне көне бір вазаны тауып алып, оны жағаға сүйреп шығарды. Сол сәтте досы Мэнни де қасында пайда бола кетті. Вазаға көзі түскен Мэнни Монро антиквариатты құтқаруға секірген болар деп, оны есінен адасты деп ойлап қалды. Осылайша екеуі бірер рет ойнап таласып алды да, әрқайсысы өз үйіне тарап кетті. Кешке қарай Монро қалашыққа барып, жергілікті асханадан кешкі ас ішпек болды. Сол жерде оған баяғы танысы Вилли жолықты. Кезінде ол Монроның менеджері болып, оның музыкасы арқылы жақсы табыс табатын. Енді міне табыс көзі күйзеліске түсіп, жұрттан жасырынып кеткен. Вилли Монроны іздеп табу үшін көп тер төккен еді, бірақ музыкант оны көріп қуана қойған жоқ. Вилли оған сахнаға оралу жайлы ұсыныс жасады, бірақ дегеннен ақ бұл әңгіме сәтсіз болатыны белгілі еді. Монро гитараны қолына қайта алғысы келмейтін. Ал Вилли Джиммиді еске салғанда Монро тіпті ашуға мініп төбелес шығаруға шақ қалды. Ақыры ол орнынан тұрып, сол жерден шығып кетті де үйіне қайтты. Ұйықтауға дайындалып жатқанда күндіз тапқан ваза кенет жарық шашып, бөлмені қою түтінге толтырды. Сол түтіннің ішінен ақ жаймаға оранған сұлулығы көз сүріндірер бір әйел пайда болды. Оның есімі Шайна, ол Джейн еді. Бірақ Шайна өзінің әлі жас әрі тәжірибесіз екенін ашық мойындады. Ол иесінің кез келген 3 тілегін орындай алатын, алайда ол тілектердің шынымен қанағаттандыратынына кепілдік бере алмайтын. Монро көзіне сенбей аң-таң қалды. Алғашқы есеңгіреуден кейін есін жиып, өзінің ештеңеде қаламайтынын айтты. Бірақ Джейннің шын екенін тексергісі келіп, оған жаңбыр жаудыруды бұйырды. Жас Джейн Шайна жаңбыр жаудыруға шын мәнінде қабілетті екенін көрсетіп, баладай қуанды. Сол кеште Монро ештеңеде қалап тұрған жоқ еді. Тіпті арудың сымбатты мүсіні де оны қызықтыра алмады. Ол Шайнаға түнде қасында қалуды ұсынды. Мүмкін таң атқанда оның қандай да бір тілегі туар. Шайна иесінің төсегіне жатып ұйықтады. Ал Монро өзіне басқа бөлмеден жай таппақ болып кетті. Бұл уақытта Вилли Мэннидің құрбысы Лизаға барды. Ол Лизадан Монроны сахнаға қайтаруға көмектесуін өтінді. Егер Лиза досымен сөйлесіп, екеуі бірігіп әсер ете алса, Вилли бұл қызметтерді төлеуге дайын еді. Алайда Лиза менеджердің бұл ұсынысын бірден қабылдай қойған жоқ, тіпті ренжіп қалды. Келесі күні Монро Шайнаға қасында тұрақтап қалуды ұсынады. Ол әдемі, ақылды әрі тілекті орындай алады. Мұндай әйел бойдақ жігітке ауадай қажет. Кешкісін екеуі қалашыққа барып көңіл көтермек болды. Шайна ортаға шығып, би билей бастады. Ал Монро оны тамсана тамашалап, жанында осындай жанның барына әлі де сене алар емес еді. Үйге оралғанда олар бір-біріне махаббаттарын сыйлады. Сол сәтте Монро Құдайға шүкір айтып, Шайнаның Диснейлік мультфильмдегі күлкілі Джинге мүлде ұқсамайтынына қуанды. Таңертең оянғанда болғанның бәрі тек түс екенін ұқты. Бөлменің ортасында сол баяғы бос ваза ғана тұр. Шайна ғайып болған. Монро сыртқа серуенге шығып, итіне іздеу салды. Сонда ол екеуін Шайна мен итін көл жағасынан көріп қалды. Олар бірге отырып алып, Шайна ерекше отты шырақтармен ойнап отыр екен. Монро оның расымен де шындық екенін түсінді. Шайна оған бұл шырақта арман екенін айтты. Монро таңғалды, бұл жерде армандардың қаншалықты көп екеніне сенер емес. Ол бұл мекенде болғалы бері қайтадан арман құра бастағанын байқады. Шайнаға бірге өмір сүру үшін теңіз жағасына қамал салсам ғой деп шын жүректен айтып берді. Біраз уақыт өткен соң Монро тағы да жағажайда болды. Балалармен асыр салып ойнап, шын жүректен бақытқа бөленді. Оны Лиза мен Мэнни алыстан байқап қалды. Мэнни жақындап келіп, досымен сөйлесті. Ал Лиза алаңдап тұрды. Монроның өзгеріп кеткен мінез құлқы оған маза бермейтін. Осы кезде Вилли тағы да пайда болды. Ол бұл жолы тағы бір мәрте сөйлесуге келген еді.
Монро жалғыз қалған сәтті пайдаланып, Вилли оған сахнаға оралу жайлы тағы ұсыныс тастады. Бірақ музыкант үзілді-кесілді бас тартты. Сол кеште Монро мен Шайна тағы да бір-біріне махаббаттарын арнады. Ал Монро жалғыз қалған кезде оған Джимми түсіне кірді. Қорқынышты түстен шошып оянған ол сүйіктісінің құшағына асықты. Шайна оны қайтадан тәтті елеске бөліп, Монро өзін сахнада музыкант күйінде сезінді. Ол дыбыс жазу студиясында отырған еді, бірақ бұл жағдай оған қуаныш сыйлаған жоқ. Қоршаған орта көңілін қобалжытты. Алайда бір сәтте ол бәрін өзінің сүйіктісі Шайнаның арнайы өзі үшін жасағанын түсінді. Таңертең Монро Шайнамен ашық сөйлесті. Ол енді мұндай тосын сыйлар жасамауын өтінді. Шайна болса, оның бұрынғы өміріне оралуы бақыт сыйлайды деп ойлаған еді. Бірақ ол қателесіпті. Біраз уақыттан кейін олар жағажайға бет алды. Бұл кезде құрылыс техникасы жұмыс істеп жатқан. Жұмысшылар болашақ қамалдың іргетасын құйып жатты. Монро арман еткен қамалдың. Шайна қамалды осы жерде салдыру туралы шешімді өзі қабылдағанын мойындады. Себебі сүйіктісінің арманы дәл осындай болатын. Алайда бұл әрекет Монроны ашуландырды. Ол бұл жағажайдың тұрпайы құрылысқа айналғанын қаламады. Бұл жер оның оңаша тынышталып, ойға шоматын мекені еді. Монро Шайнаға ашулана айқай салды. Ал Шайна оның неліктен бұлай ашуға мінгенін түсінбей дал болды. Кейін Монро Мэйнимен жолығып, оған Шайнаның кез келген тілекті орындай алатынын айтты. Дегенмен досы бастапқыда бұған сене қоймады. Сосын ғашықтар үйлеріне қайтты. Монро Шайнадан кешірім сұрап, одан енді сиқыр қолданбай, жай ғана қарапайым қыз болып қалуын өтінді. Шайна оның тілегін орындауға дайын болды. Енді ол үй шаруасымен айналысатын ибалы қызға айналды. Кешкі ас дайындап та қойды. Алайда бұл да олардың ара қатынасын жақсарта алмады. Шайна оған махаббатын білдірді, бірақ Монро дәл солай жауап бере алмады. Оның айтуынша, сөзбен айтылған сүйемін жай ғана бос әңгіме. Ол Шайнаның өзі жасаған әрекеттері арқылы оның махаббатын көруін қалады. Екеуі қатты сөзге келіп, Шайна қалаға кетуге шешім қабылдады. Әдемі көйлек киіп, сыртқа шыққанда оны көлікпен Мэйни алып кетті. Бұл жағдай Монроны қызғанышқа булықтырды. Шайна кеткен соң ол ішімдікке салынып кетті. Сүйіктісі үшін бұл да оңай болған жоқ. Мэйни досының оған дұрыс қарамайтынын байқап, сол кешке Шайнаға қамқор болуды өз мойнына алды. Ал дәл сол сәтте Монро Шайнаға деген сезімдерінің қаншалықты терең екенін түсіне бастады. Негізі, дәл осы Шайна оның Джиммиге қайта жол табуына себепкер болған еді. Ағайындылар сөйлесіп, Монро өзіне тыныштық бермей жүрген кінә сезімінен арылды. Енді ол жаңа өмір бастауға дайын еді. Сол уақытта Мэйни мен Шайна шағын мейрамханада кешкі ас ішіп отырды. Дәл сол жерге Лиза да келіп қалды. Сүйген жігітінің қасында бөтен қыз отырғанын көріп, ол үлкен жанжал шығарды. Ашумен Лиза Монроның үйіне тартты. Монро бұл кезде өзінің не қалайтынын анық түсініп, бақытты еді, себебі оның жанында Шайна бар. Ол Лизаны үйіне қалдырып, сүйіктісін іздеуге кетті. Ал үйде қалған Лиза Шайнаның алғаш пайда болған сол көне вазасын байқап қалды. Ол да сол құмыраны қолданып, өзіне Джейнін шақырмақ болды. Оның да ішіне бүккен армандары бар еді, ал сиқырсыз олардың орындалуы екі талай болатын. Бұл кезде Монро қалаға жетіп, Шайна мен Мэйниді іздеп тапты. Олар көпшіліктің арасында жүрген. Мэйни бірден Монроға дүрсе қоя берді, оны Шайнаға зиян келтірмекші деп ойлады. Алайда көп ұзамай досы кейін шегінді, ал Шайна сүйіктісіне ашуын ақтарды. Ол бұл жерге тек Монро үшін келгенін, оның қиялындағы мінсіз әйелге айналғанын айтты. Бірақ бәрібір оған жеткілікті бола алмапты. Шайна Монроның шын мәнінде сүю қабілетін жоғалтқанына сенімді. Оның жүрегін қозғай алатын жалғыз нәрсе өлім. Бұл оның бауыры Джиммимен де солай болды. Тек ол өлгенде ғана Монро бауырын қаншалықты жақсы көргенін, қалай сағынатынын шын сезіне алды. Бұл сөздер Монроның жүрегіне тікелей тиді. Ашуға булыққан ол Шайнаға қайтып келген жеріне кетсін деген тілек айтты. Ол қарапайым қызды армандаған еді, енді сол қыз оның алдында тұрған. Сол сәтте Шайна талып қалды. Есін жиған Монро оны қағып алып үлгерді. Ол не істеп қойғанын түсінді, бірақ тым кеш еді. Монро оны үйіне апарды. Шайна енді вазаға қайтып кірмесе өлетінін айтты. Бірақ әлгі құмыра жоқ еді. Оны Лиза алып кеткен. Құмыраның Лизада екенін білген Монро қыздың үйіне жетіп барды. Алайда ол жерде ешкім жоқ болатын. Бұл сәтте Лиза теңіз жағасында отырған. Ол да іштегі армандарын айтып, құмыраға жалбарына бастады. Ол да үлкен әрі таза махаббатты аңсаған. Бірақ ваза үнсіз қалды. Оның тілектеріне еш жауап болмады. Лизаның пәтеріне шыққан Монро Мэйнимен жолығып қалды. Ол досынан Шайнаны табуға көмектесуін өтінді, бірақ Мэйни бас тартты.
Ол Монроға бұрын ешкімге көмектеспегенін еске салып, мұндай адам достықты да, қолдауды да лайық көрмейтінін айтты. Ашуға булыққан Монро оны боқтап жіберіп, үйіне қайтты. Шайна төсекте жатыр еді, демі баяулап, әлсіреп бара жатты. Монро қасына жатып, сүйіктісімен бірге мәңгілікке кетуге дайындалды. Ал бұл кезде Лиза теңіз жағасында ваза құшақтап отырды. Бір кезде оны Вилли тауып алды. Оның Лизаны ең тосын жерлерден таба алатын ерекше қабілеті бар еді. Екеуі әңгімелесіп, Вилли Лизаны үйіне жеткізіп салды. Бірақ үй алдында оларды Мэнни күтіп тұрған. Лизаның бөтен еркектің көлігінен шыққанын көріп, ол ішінен қызғаныш отылап етті. Осыдан кейін Мэнни Монроға барып, Лизаның үйге оралғанын айтты. Ол досын кешірді. Енді Монро сиқырлы құмыраны алуға аттанды. Бірақ алдымен Мэнни Лизамен өзі сөйлескісі келді. Қыз оған өмірден қалағанын өз жолымен, өз күшімен алуға дайын екенін аңғартты. Ол үшін тіпті сиқырлы құмыраның қажеті де жоқ еді. Сол сәтте Лиза құмыраны қайда қалдырғанын айтты. Ал Монро оны алып үйіне қайтты. Үйге жеткен соң ол вазаны Шайнаға берді. Шайна болса, олардың арасындағы бұл махаббат қалай аяқталатынын басынан ақ білгенін мойындады. Монро алдында алғаш көрінген сәтінен бастап, ол оның кім екенін, қандай адам екенін сезген еді. Енді сол романның болуға тиіс финалы келген болатын. Шайна одан өзін теңізге апарып салуын өтінді, өйткені Монро оны дәл сол судан тауып алған. Музыкант оның өтінішін орындады. Олар жағажайда бірге отырған сәтте Монроның жүрегі ауырды. Себебі оған армандауды үйреткен жан енді мәңгілікке кетіп бара жатты. Сол сәтте ол түсінді, соңында жалғыз өзі ғана қалуға тиіс екенін. Біраз уақыттан соң Шайна ғайып болды, қайтадан сиқырлы құмыраға сіңіп кеткен. Монро құмыраны алып теңізге беттеді. Оны бұрынғы орнына қайта қою үшін. Толқындар оны жұтып әкетті. Бірақ таң ата оны жағалауға қайта шығарып тастады. Есін жиған сәтте Монро қарсы алдында тұрған бір әйелді көрді. Ол Шайнадан айнымайтын. Жанында келіп, бәрі жақсы ма деп сұрады. Аты басқа еді. Бірақ соған қарамастан, Монро жүрегімен сезді. Бұл жолы олар бірге болады.